Құрметті оқушым, бұл мәтін есеп теңдеу құру арқылы шығаруға арналған есеп. Берілгені мынадай. Ұзындығы 63 метр сымның бірнеше метрі қиылып алынды. Жақсы, мынадай ұзын сым бар бізде. Бірнеше метрін айталық міне. Мына жағын қиып аламыз. Одан кейін сымның қиылып алынған бөлігі, оның қалған бөлігінің жартысынан 3 есе кем. Осыған мұқият боламыз. Сымның қиылып алынған бөлігінің ұзындығын анықтаңыз. Енді, міне мынау бізде барлығы 63 метр. Қиылып алынған бөлікті x деп белгілейік. Осы x-ті табу керекпіз. Енді ол қалған бөлігінің, міне қалған бөлігі мынаншама, осының жартысынан, тағы да жартысын алам, мына бөлік болады, жартысы. Осыдан 3 есе кем, осыны тағы да 3 бөлікке бөлеміз. 1, 2, 3. Енді олар тең бөліктер мына жерде. Осының әрқайсысы x болу керек, ұзындықтары. Түсінікті, қалған бөлігінің жартысының 3-тен 1 бөлігі, яғни 3 есе кем. Теңдеу құрайық. Міне, мынау бізде қиылып алынған бөлік. Қалған бөлік қандай болады? 63-тен азайтамыз x-ті, дұрыс қой? Мына көк бөліктің ұзындығы үлкен. 63 минус x болады. Мынау қалған бөлік. Осы қалған бөліктің жартысынан деп тұр. Демек, 2-ке бөлеміз. 2-ке бөлеміз. Одан кейін 3 есе кем. Тағы да 3-ке бөлеміз. Сонда осындай қарапайым теңдеу шығады. Көрейік, бұны қалай жазуға болады? Әрине, x тең 63 минус x. Енді бөлу 2 бөлу 3 дегеніміз, ол бөлу 6 деген сөз, жалпы. Бөлу 6 деген сөз. Жақсы, мына бөлу 6-ны көбейту деп жіберем. Мына x-қа көбейтіп жібереміз, сонда 6x тең 63 минус x болады екен. Әрі қарай, мына минус x-ті оң жаққа жібереміз, плюс x, өйткені x-тарды бір жаққа, санды бір жаққа жинаймыз. 6x қосу x, ол 7x болады. Тең 63. Сонда x тең 9. Бітті, жауабы шықты. 63-ті 7-ге бөлдік, 9. Мына x тең 9 екен. Қиылып алынған бөліктің ұзындығын анықтаңыз. Таптық. Жауабы D болады. Тексеріп көрейік. 9 метрді қиып алсақ, 63-тен 9-ды азайтамыз, 54 қалады. Дұрыс қой? 54-тің жартысы қанша? 54-тің жартысы 27. Сосын 27-тен 3 есе кем десе, міне 9 шығып тұр. Тағы да 27-ні 3-ке бөлдік.